Саламатсыздар ма, балалар? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Сабаққа деген көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Өте тамаша. Балалар, таңғы тілегімізді тілейік, сабақ басталмас бұрын. Сендерге тілейтінім бақытты балалық шақ, тыныштық, білімді болыңдар, иә? Аспан ашық болсын. Күндерің есте болсын. Бақытты бол. Татулық тілеймін. Көзің ашық бол. Білімді оқушы бол. Инабатты да ибалы қыз бол. Көркем емес. Өте тамаша, рахмет. Кейіпкерден көргенде бақытты бол. Әрдайым биікте бол. Өте рахмет, тамаша балалар. Кәнекей отыра қоямыз енді. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы организмнің тіршілік әрекетінде бөліп шығарудың маңыздылығы. Бөліп шығару дегеніміз ыдыраудың соңғы өнімдерін ағзадан шығару процесі. Зат алмасу кезінде жасушада ақырғы өнім түзіледі. Артық заттың шоғырлануы жасуша үшін өте зиянды. Ол жасушадағы шоғырланған артық заттар шығаруға тиіс. Қалдық қажетсіз заттар дер кезінде ағзадан шығарылуы тиіс. Тез арада ол артық заттар ағзадан шығарылмаса, адам өміріне қауіп төнеді, өлімге әкеп соқтыруы мүмкін. Артық заттарды ағзадан шығаруға қатысатын мүшелер: бүйрек, бауыр, асқазан, тері, өкпе. Өкпе ден шығарады, артық ұшқыш улы заттарды шығарады, тері тұз шығарады, суларды шығарады, асқазан ас қорыту сөлін бөледі, бауыр өт бөледі, бүйрек зәр бөледі. Міне осылай әр мүше өзінен артық заттарды сыртқа шығарып тұрады. Бөліп шығару маңыздылығы бойынша бала сендерге қазір сәйкестендіру парағы таратылады. Осыны сәйкестендіріп арқылы жұмыс жасаймыз. Жұмысымызды бастаймыз. Кәне балалар кім аяқтады? Тұра ғой аяғына. Қалай сәйкестендірді? Өкпе дем шығарады, бауыр өт, бүйрек зәр шығарады, тері тұз бен су, асқазан ас қорыту сөлі. Өте дұрыс, тамаша, аяғына отыра ғой. Тағы кім? Нұржан. Тұра ғой. Өкпе дем шығарады, бауыр өт шығарады, бүйрек зәр шығарады, тері тұз бен суды, асқазан ас қорыту сөлін шығарады. Өте дұрыс, тамаша, Нұржан. Кәне? Алихан, сен оқи ғой. Қалай сәйкестендірді? Өкпе дем шығарады, бауыр өт, бүйрек зәр шығарады, тері тұз су шығарады, асқазан ас қорыту сөлі. Өте дұрыс, тамаша, Алихан. Сара, сен қалай сәйкестендірдің? Өкпе дем шығарады, бауыр өт, бүйрек зәр шығарады, тері тұз су, асқазан ас қорыту сөлі. Өте дұрыс, Нұриден, сен қалай сәйкестендірдің? Өкпе дем шығару, бауыр өт, бүйрек зәр, тері тұз су, асқазан ас қорыту сөлін бөліп шығарады. Өте дұрыс, өте тамаша балалар, жақсы.
Өте жақсы сәйкестендірілген. Балалар, міне тақтада сандар ілініп тұр. Сол сандар арқылы сұраққа жауап береміз. Бір санды алсақ, артында сұрақ болады. Соған жауап береміз. Кәне кім шығады? Аяна. 5 санын алды, 5 санында не жазылған екен? Дауыстап оқиын. Бөліп шығарудың қатысатын мүшелер. Бүйрек, бауыр, өкпе, тері. Өте жақсы, бөліп шығаруға қатысатын мүшелер: өкпе, бүйрек, бауыр, тері. Асқазан, асқазан. Кеттік, рахмет, жарай, отыра ғой. Тағы кім? Келесі Тоғжан шығады. Кәне өзіңнің таңдаған саныңды ала ғой. Тоғжан бір санын алды, Тері су мен қышқыл тұздарды бөледі. Өте жақсы, рахмет. Тері, тұз және су бөледі екен, Кәне келесі Нұржан. Өз саныңды қандай ғой? Бауыр өт бөледі. Бауыр өт бөледі екен, Өте дұрыс, жақсы, отыра ғой. Келесі Сара. Саныңды таңда. Сара 3 санын таңдады, Бүйрек зәр шығарады. Бүйрек зәр шығарады екен, Өте жақсы, рахмет. Кәне келесі 2 санымыз қалды. Әйгерім. Саныңды таңдай ғой. Әйгерім 6 санын таңдады. Асқазанның ас қорыту сөлін бөледі. Өте жақсы. Асқазан ас қорыту сөлін бөледі екен. Соңғы сан 4 саны ғана қалды. Нұрекең шығады. Нұрекең соңғы 4 санын таңдады, Өкпе деген сол дем шығаруға көмектеседі. Ол демді бөліп шығарады. Олар улы ұшқыш заттарды бөледі екен, дем шығару арқылы. Өте жақсы, рахмет. Кәне балалар, бүгінгі сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Ешқандай сұрақтар жоқ. Түсінікті болды ғой, сабақ? Өте дұрыс, өте тамаша. Бүгінгі өткен организмнің тіршілік әрекетінде бөліп шығарудың маңыздылығы бойынша балалар, мұнда біз мына тілек гүліне кері байланыс жасайық. Кәне балалар. Жақсы, өте жақсы. Өте жақсы. Кәне балалар, күнделіктерімізді алып, үйге тапсырманы жазып аламыз. Бүгін мына организмнің тіршілік әрекетінде бөліп шығару маңыздылығы бойынша бөліп шығарудың мүшелері және оның атқаратын қызметтері жайлы кестені толтырып келеміз.